Сәлеметсіздер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. Смалс 4-ші сыныптың People's Book'тың 94-95 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Менің сабақтарымды өткізіп алмас үшін каналыма подписаться ет және өзіңнің достарыңмен, сыныптастарыңмен бөлісуді ұмытпа. Exercise 30, read and complete and listen and check. Оқы аяқта тыңдап тексер. Kazakhstan is a country with many beautiful wild animals. One of them is the snow leopard. Snow leopards are amazing animals with white fur and black and gray spots. They live in the mountains and in the forests of Kazakhstan. In the past, people hunted them for their fur or cut down the trees, so they didn't have a home. But today, the people in Kazakhstan are protecting the snow leopard and its home. That is fantastic. Қазақстанда көптеген сұлу жерлер бар дейді, жануарлар бар дейді, жабайы жануарлар өмір сүретін. Олардың біреуі ақ түсті қар барысы, ақ түсті леопард. Қар барыстары ақ жүні бар, таңғажайып жануарлар, қара және сұртақтары бар. Олар тауларда өмір сүреді, mountains, және де олар жаңағындай ормандарда да өмір сүреді екен. Бұрындары адамдар оларды не үшін жаңағындай жүндері үшін аулаған екен, немесе ағаштарды кесіп үйінен жоқ қылған екен. Бірақ қазіргі таңда қазақстандық адамдар ақ түсті жануарларды жаңағы мынау қар барысын қорғап қалуға, сақтап қалуға, оларға үй жасауға көмектесіп жатыр екен. Stonehenge is one of the England's oldest monuments. It is about 5,000 years old, but today it is in danger. There are many roads and cars around Stonehenge, and the air pollution from the traffic damage these mysterious giant stones. Tourists must also be very careful when they visit Stonehenge. They must drop litter or gum. We must all try to save this wonderful monument. Stonehenge Англияның ең көне ескерткішінің бірі. Бұл шамамен 5000-ға жуық ескі жер дейді. Бірақ қазіргі таңда онда көптеген жолдар мен көліктер бар. Жол қозғалысының көп болуы, жаңа көліктің көп болуы ауа райын ластап жатыр екен. Сонымен қатар туристерде барған кезде өте сақ болу керек, өздерінің атынан жаңағындай қоқыс тастамау керек, сағыз тастамау керек дейді. Яғни біз бәріміз осы тамаша ескерткішті осы күйінде қалпында сақтап қалуымыз қажет болашаққа деген екен. Мінекей балалар, мына жерге рет-ретімен қойып шықтым, осы жерден жазып алыңдар. Exercise 31, read and complete. Оқы және аяқта. Snow leopards were in danger because қар барыстары қауіптеніп тұр, because of habitat loss, poaching and climate change. Яғни қар барыстарына жаңа жойылуы, браконьерлердің климаттың өзгеруі салдарынан қауіптенген жануарлар қатарына кірген екен. Stonehenge is in danger because by erosion, tourism, traffic vibrations, climate change and pollution. Яғни Stonehenge туризм, көлік тірілі, климаттың өзгеруі және ластану әсер етіп жатыр екен. Чекпоинт 6-шы тапсырмаға не жасаймыз. Әне 6-шы бөлімге байланысты тест тапсырмаларын аяқтайтын боламыз. 6-шы бөлім бойынша не өттік, соны бір қайталап өтеміз. Number. Мына жерге мына бос орындарға сандарын қойып шығуымыз керек. Мына жұмысайды must start. Бұған біз 3 қоямыз. Мінеки 3-те A. Келесі cabbage. Cabbage дегеніміз мынау, F болады. 1-де F, 2-де B, 2-де бізде майонез, мінеки B. 3-те mustard мынау, A. Sausage, шұжық C. Lettuce, салат бізде D. Read and underline. Оқы және астан сыз. Can you buy me a loaf of bread, please? Маған бір бөлке нан бересіз бе? There is some yogurt in the pot. Dana ate 2 bars of chocolate. We have to buy 5 bottles of cola for the party. Can I have a carton of juice, please? Демек, біріншіде бізде loaf, pot, bars, bottles and a carton дегенде беріледі екен біз. Read and write. Use some, any, a and n. Some, any, a, n қойып сөйлемдерді аяқта.
We haven't got any milk. There are some biscuits in the packet. There is there is an egg in the fridge. I've got juice for you. I want a jar of jam. Келесі read and complete the sentences. Оқы және сөйлемдерді аяқта, яғни жетістікке ин қойып және де эмизар қоюымыз қажет. Mom is cooking dinner for us. Біздің анамыз бізге кешкі ас дайындап жатыр. The children are making a salad. Балалар салат жасап жатыр. Look, the koala is climbing the tree. Қара, коала ағашқа өрмелеп бара жатыр. We are visiting the zoo with our school today. Біз бүгін зоопаркке біздің мектеппен бірге баратын боламыз. Kanad is buying some snacks for his party. Қанат өзінің кешіне біраз тамақтар сатып алды. Complete the sentences to be true about yourself. Мына жерде біз сөйлем жазуымыз керек, өзіміз туралы шынайы сөйлемдер. Next week I'm visiting my grandparents. Келесі апта мен ата-анамды, яғни ата-әжемді үйіне барамын. Next Saturday I'm going shopping with my mom. Демалыста мен өзімнің анаммен бірге шоппинг жасаймын, сауда жасаймын. Tomorrow I'm watching match with my friends. Ертең мен достарыммен бірге матч көремін. Tonight I'm reading my book. Түнде мен кітап оқимын. Ал балалар, осымен біздің тапсырмамыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.